Отағасының үйі осы ма екен, біз қонақпыз, деді дәл бір қора кісі келгендей даурыға дауыстап. Онан соң қақпа алдында тұрған Рәш кемпірге таяп келіп, иіле қол беріп, күлімсірей амандасты. Ерні жұғар емес. Атым Ноян, орталықтанмын. Бригадир жіберді. Жатақхана әзір болғанша осы үйге жата тұр, деді. Отар аула ішінде тұрған. Ең болмаса бір адам сияқтысын жібермей ме? Мынасының түрін-ай, сауышқанша шықылықтаған бәле ғой мынау бір, деді ол қонақ жақтырмай. Ноян үй-үйлерінің бырысып тырса қалған қабақтарын елең қылмастан, салдырлаған қалпында көңілдене сөйлеп комбинезонын шешті де сілкіп-сілкіп шалжыбаққа іліп қойды. Ойбай, шырағым, малымыздың ішінде жебірлері бар, жеп қойып жүрмесін, деген кемпірдің сөзіне, жесе жей берсін. Бұған сіңген солярка мен солидол да есесін жібермес деп салды. Ноян қарқ-қарқ күліп қолын бір сілтеді. Онан соң үйге кірді де төрге шығып отырып алды. Тек бір сәтте терезенің алдында өзіне тесіле қарап тұрған Әсияны көргенде сәл абыржып қалды. Артыншақ: «Сен бізбей екесің бе?» деп ойнақы тіл қатты. Қыз жауабы көңілінен шықпаса, сөзбенен шағып ап, мазақтап үйді басына көтере күлуге дайындалып тұрды. Әкесі сараң екен деп қызы неден жазықты болмақ сонда, деді. Онан соң омырауына түскен қалың бұрымдарының бірін жайлап тарқатып қайта өрді. Енді екінші бұрым тарқата бастады. Неге екені белгісіз, Асияның жабырқаңқы жүзіне қарап отырып, Ноянның оны титтей де ренжіткісі келмеді. Күлкісін тыйып, Асияға кешірім өтіне қарап, мұнан кейін үнсіз қалды. Малын жайғастырып үйге кірген Отар қонақты жақтырмайтын әдетінше төмен қарап, онсыз да шиыра-шиыра шуда жіптей болған жіп-жіңішке мұртын түкірігімен сулап, тағы да сылай бастады. «Қарап отырғанша сөз болсын, отағасы. Мұрт жібергеніңізге неше жыл болды?» деп сұрады әлден уақыттан Ноян. Танауы жыбырлап, көзі жайнап шыға келді. Отар оған алара бір қарады да теріс бұрылып жастыққа жантайды. Әсия тұнжыға мырс етіп, «Тіліңді тарт!» деп ақырып жіберуге оқталды да, «Қой, бұл немеден үндемей құтылған жөн болар» деп өз ойынан тез қайтты. Қу тілді, шолжаңдығымен, тапқырлығымен бүкіл колхозға аты шыққан Ноянның кейбіреулерге істегендері туралы Отар бұрында талай күлкілі әңгімелер естіген болатын. Қазірде өзін солар сияқты мерт қылар деп қорықты. Аңдысқа мысықпен шыққандай төсекке екеуі де үнсіз жатты. Ертең елден бұрын тұрған Отар қорадағы малдарды шығарды, қораны сыпырды. Отар үйге кірді де төрде шалқасынан түсіп қорылдап жатқан Ноянға: «Әй, тұр! Өзің ұйықтау үшін келген емесің бе?» деп түртіп оятты. Ұшып тұрған Ноян көзін уқалай салып тез киінді де сыртқа шықты. Әсия жатқан қарсы үйдің терезесінің тұсынан өтіп бара жатып, ішке көз тастады да кілт тоқтап, сілейіп тұрып қалды. Аузы ашылып, терезеге үңіле түскен. Тек күшене жөтелген Отар артынан ілесе шыққан соң, амалсыз ары қарай жүріп кетті. «Бұ не қарап жүр?» деген оймен Отарда терезе тұсына келген. Перде ысырулы екен. Әсия терезеге сәл қырындай бұрылып, жалаңаш кеудесін ашып тастап, тәтті ұйқыда жатыр екен. Ол терезені ұрып жіберді. Әсия шошып оянған. Әкесінің ашулы кескінін көріп, көрпені басына дейін жамылып алды. Шай үстінде Ноян кешегідей тықылықтағанын қойып, шетте отырған Әсияға қараумен болды. Кетерінде көрсеткен пейілдеріңізге рахмет, деді. Бұл алғыс тек Әсияға ғана арнап айтылғандай естілді. Көктем егісі басталып та кеткен. Асия түнгі кезекте сейілкаға шығады. Бригада төңірегіндегі участоктерге түскен тракторлардың жан-жақтан жер солқылдата шыққан дүрілдері шағын ауылды мүлдем дүрілдетіп жіберді. Терезелердің бос әйнектері күндіз-түні бірдей зыңылдап, ала қыстай тыншықта ұйықтаған жұрттың құлағын тұндырды. Кейбіреулер ұйқысынан айырылды. Осындай мазасы кеткеннің бірі Отар еді. Ол енді түнде ұйықтау дегенді қойды. Күндіз ұзақты күнге жекеменшіктің малын бағып, аяқтары сырқырап шаршап қайтады. Кешке бас жастыққа тисе болды, бүкіл үйінің жар шетіндегі іргесі солқылдап құлағы алдырғандай көрінеді де, ұйқысы жайдай ашылады. Амалсыздан қайта киініп сыртқа шығады. Әбден діңкесі қатқанша аула ішінде сенделіп жүреді де қояды.